Армысыздар, құрметті көрермендер. Жамбыл облыстық рухани жаңғыру жобалық офисі Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетімен бірлесе отырып, бүгіннен бастап ұлттық кодты сақтаудың мақсаттары мен міндеттері көрсетілген рухани жаңғыру бағдарламасы мен Ұлы даланың 7 қыры мақаласы бойынша арнайы 17 жоба төңірегіндегі өзекті мәселелер, атқарылған жұмыстар, тағы басқа жайларды ортаға салуға арналған ұлттық рухани жаңғыру ұлттың ұлы қадамы пікір алмасу алаңын ұсынады. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңімен көшіру жобасына арналады. Ендеше бүгінгі қонақтармен таныс болыңыздар. Дулати университетінің филология және журналистика кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Қарымбаева Күлзинат Мейрамбайқызы. Жамбыл облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының тілдерді оқыту орталығының директоры Әлімбекова Гүлхан Мұхтарқызы. Дулати университетінің студенті Анарбекова Нұрай. Және алаң тізгіншісі мен Жамбыл облысы рухани жаңғыру жобалық офисінің маманы Исатай Әдина. Ендеше іске сәт, біздің алғашқы сұрағымыз Күлзинат Мейрамбайқызы. Латын графикасына көшуге не себеп болды деп ойлайсыз? Ең бірінші 1991 жылы біздің Қазақстан мемлекет тәуелсіздігін алған кезде белгілі академик Әбдуәли Қайдар хат жазып президентке барған екен. Біздің жаңағы жазу латын графикасын ауыстыру туралы мәселені көтерген. Ол кісінің тек қана өзіндік пікірі болмаған, біздің қазақстандық зиялы қауымның пікірі еді ол. Осыдан кейін дүркін қайта президенттің аузынан латын графикасына көшу туралы мәселелер үнемі айтылып жүрді. Бір нақты осы қадамға бір шешім қабылданғандығы туралы алғашқы әңгімені біз 2012 жылы елбасының жолдауынан тыңдадық. Онда алғаш рет 2025 жылға қарай латын графикасына көшу жоспарланып отырғандығын айтқан болатын. Сол кезде біздің осы Дулати университетінде ең алғашқы болып облыста үлкен семинар өткізгенбіз. Оған республикадағы танымал адамдарды, біздің өзіміздің ғалым ағамыз Мекемтас Мырзахметұлын, осындағы жергілікті ғалымдар, мектеп, әртүрлі мекемелердің білікті мамандарын шақырып, үлкен семинар өтті. Сол кезде біз ұсыныс жасағанбыз. Латын графикасына көшудің негізгі алғышарттарын қалай көшуге болады деген ұсыныстар жасалды. Мысалы, қазір жан-жақтан тауар айналымы болған кезде, тауардың сыртында латын графикасымен сөздер болады. Ондағы жазылған жазулардың өзінің латын графикасымен жазылуы. Болмаса жаңағы біздің осы уақытқа дейінгі тілге қатысты, ұлттық құндылыққа қатысты мәселелерді шешуде, ұлт тұрғысынан алып қарасақ та оны негіздеуге болады. Мысалы, 19 ғасырда ең бірінші рет біздің қазақ даласына келген ғалымдар біздің қазақ тілінің сөзін естіп таңғалған екен. Қазақ даласы қазақтар сөйлегенде ән салып тұрғандай болады деген. Ал енді сол кезбенен қазіргіні салыстыратын болсақ, біздің қазақтар біз басқаша сөйлейтін болдық. Ал егер осы латын графикасына көшкен жағдайда жаңа әліпби жасай отырып, біз өзіміздің тіліміздің кемшін тұстарын, жіберіп алған қателіктерімізді жөндеуге мүмкіндік болады. Оған біздің көзіміз жетті, өйткені осыған дейін бірнеше алфавиттің, әліпбидің нұсқасы жасалды, сол нұсқаға сай ережелер жасалды. Сол кезде біздің тілімізге қатысты көптеген мәселелердің басы ашылды. Шынында да латын графикасына негізделген әліпбиді жасай отырып, тілімізге қатысты кейбір кемшіліктерді жөндеуге болатын жағдай мүмкіндік бар екен. Рахмет. Келесі сұрағымыз Гүлхан Мұхтарқызы. Осы бағытта жұмыс атқарып отырған мекеме ретінде жұмыс деңгейін айта кетсеңіз. Қазіргі таңда осы латын графикасы бойынша бізде семинар тренингтер жүргізілуде. Осы алғашқы кезеңдері латын әліпбиін бекіту мәселесі көтерілген кезде бізде алғашқылардың бірі болып 2018 жылы кабинет ашқан болатынбыз. Латын рухани жаңғыру кабинеті. Ол кабинетті барлық жаңағы IT жобалар, сол ашық есік күндерін ұйымдастырып, сол ашық есік күндеріне келетін азаматтарға IT жобалар арқылы, әдістемелік құралдар арқылы латын әліпбиін түсіндіру, насихаттау жұмыстар жүргізілген болатын. Қазіргі таңда семинарлар, ашық есік күндері, тегіңді дұрыс жаза біл акциялар жүргізілуде, және әр мекемелердің осы шақыруына сәйкес осындай семинар ұйымдастырып береміз. Одан кейін сол латын әліпбиінің алғашқы нұсқасы бекітілген кезде біз
бірнеше әдістемелік құралдар әзірледік. Жаттығулар жинағын, мәтіндер жинағы, диктанттар жинағы, және бүлдіршіндерге әліпби, караоке. Қазір жастарымыздың көбісі осы латын графикасын қолданады ғой. Сондықтан жастарға өте жақын десек болады. Қазақша әндердің 20 топтамасын дайындаған болатынбыз караоке. Осы әдістемелік құралдар өте жақсы пайдаланды. Енді қазіргі таңда осы жетілдірілген әліпби бойынша насихат жұмыстары, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келеді. Барлық аудандарда біздің орталықтың 8 ауданды филиалымыз орналасқан. Қордайда өзі жеке қазір бөлек өзі орталық болып ашылды. Сонда 9 ауданда тілдерді оқыту орталығы бар. Сол әр ауданда айына кем дегенде бір рет семинар тренингтер ұйымдастырылады. 2017 жылы қазан айында латын графикасына көшу туралы алғашқы жарлық шыққан кезде біздің университетімізде алғашқылардың бірі болып әдістемелік кабинет ашылды. Осы әдістемелік кабинет латын графикасын үйретуге арналды. Сол кабинетте жүріп, осы біздің университеттің, оның ішінде филология және журналистика кафедрасының ғалымдары көптеген жұмыс атқарды. Біздің мемлекетімізде болып жатқан осындай мемлекеттік бағдарламаны қолдау ретінде біздің ғалымдарымыздың осындай қызық әртүрлі жобалар іске асырылып жатыр. Тараз өңірлік университеті мен біздің тіл басқармасының меморандум аясында бірлескен көптеген іс-шаралар бар. IT жобалары, сонымен қатар Latin Life деген бағдарлама жүргізді. Осы іс-шараның барлығы тығыз байланыста жүруінің себебі осы филология факультеті, қазақ тілі әдебиеті факультетінің ғалымдарының көптеген еңбектері осы тіл жанашыр ретінде облысымызда латын әліпбиінің насихаттауда университеттің еңбегі зор деп айтуға болады. Ой пікірлеріңізбен бөлісіп отырғандарыңызға рахмет. Енді осы тұста жас буынның Нұрайдың пікірін білсек. Латын графикасына ауысу бұл жаһандану заманының талабы. Сондықтан біз жастар тек қана қуанамыз, яғни жазу кеңістігіндегі ортақтастыққа ұмтылу. Мысалы, қазір дүние жүзіндегі түркі халықтарының 60% осы латын графикасына ауысыпты. Тек қана Қазақстан мен Қырғызстан латын графикасына ауыспаған, сондықтан тездетіп біз латын графикасына ауысатын болсақ, түркі тектес халықтар бір-бірімізді оңайырақ түсінетін едік. Сол үшін оның ұтымды жақтары көп деп ойлаймын. Және де латын графикасына ауысу ол ұлт болашағының кепілі деп айтар едім. Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрағым Күлсінат Мейрамбайқызы сізге арналады. Жастар кез келген жаңару мен жаңалықты өздеріне тез қабылдай алады. Ал ересек кісілерге сіздерге қалай әсер етуде? 1929 жылы латын графикасына көшкен, ол кезде біздің ересектеріміз бірнеше айдың өзінде меңгеріп алған. Ал 1940 жылы жаңа әліпбиді жасағандар халық жауының жасаған әліпбимен оқымаймыз деген негізбенен біз жаңағы бірден 40 жылы кириллицаға ауысып кеткен ғой. Сондықтан да біздің кейбір еңбектер, ғылым еңбектер, әртүрлі жаңағы мұра жәдігерлер латын графикасында. Сондықтан да мысалы біздің мынау филологияны бітірген, қазақ тілі әдебиеті, тарихты бітірген мамандар, менің жасымдағылар, олар кезінде осы әліпбилердің бәрімен танысқан. Сондықтан да бізге жаңалық емес, біз маман ретінде. Ал енді үлкен кісілер үшін ол қиындық туғызбайды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау біздің қалта телефонымызға күнделікті келіп жататын хабарламалар бар ғой, 112. Солардың бәрі латын графикасындағы әліпбимен жазылып жатыр. Мына көгілдір экранды бақылап отырған үлкен кісілерде олар міндетті түрде субтитрда беріп жатқан латын әліпбимен жазылған сөздерді жақсы оқиды ғой. Сондықтан да бұл тек қана менің жалпы жеке пікірім емес, біздің үлкендер де оған дайын. Өйткені жаңа айттым ғой, біз ауданда араладық, сол кезде көпшілік латын графикасына көшуге дайын. Міндетті түрде неше түрлі жаттығулар апарамыз. Жаңа айтып отырған біздің өзіміздің онлайн курстық бағдарламамыздың бір сабағын ашамыз, болмаса әртүрлі тренингтер өткіземіз. Сол кезде үлкендер жастармен қалмай қатысып отырды. Бұған қараған уақытта көпшілік үлкен орта буын, олар латын графикасын көшкен кезде қиындық тумайды. Рахмет. Ал Гүлхан Мұхтарқызы, бұл сұраққа сіз не дейсіз? Латын графикасына көшуге жаңағы Күлсінат Мейрамбайқызы айтпақшы, ересек азаматтар ең алғаш кезде кішкене қарсылық танытады. Бірақ семинар тренинг өткен кезде жарты сағаттың ішінде көзқарасы бірденнен өзгереді. Ойлайды, менің әке-шешем пенсионер, үйде отыр, ол қалай барады? Мен анам инвалид деген секілді
сондай сұрақтар туындап жатыр. Ал біз жаңағы латын графикасын түсіндіріп, мына кезең-кезеңмен көшу бағдарламасында барлығы көрсетілген. Қай азаматтар қай кезде қалай көшіріледі, тегін оқытылады барлығы, біздің орталық тегін курстар жүргізеді. Барлық семинар, тренинг курстардың бар тегін ұйымдастырылады. Сондықтан біз кез келген шалғай ауылдарға, кез келген ауданға барып семинар, тренингтер ұйымдастыра аламыз. Ересек азаматтар жаңағы біздің тренингтен кейін бірденнен көзқарастары өзгеріп шыға келеді. Мәтінді оқиды, латын графикасында оқиды, оны қазақша кириллицада оқып тексереді, аты жөндерін жазады. Сол кезде ешқандай қиындық туындамайтындығын бірденен өздерін көз жетеді. Сондықтан ересек азаматтарға да ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймыз. Біздің таразылатын деген парақшамыз бар, инста парақшамыз. Сол таразылатын парақшасында ғұламалардың сөздері және емле ережелері осы латын әліпбиінде беріліп отырады. Және барлық жаңалықтарды, соңғы жаңалықтарды сол парақшадан тіркеліп, көріп, біліп отыруларыңызға болады. Пікіріңізге рахмет. Құрметті студия қонақтары және әлеуметтік желі қолданушылары, құрметті достар. Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңімен көшіру жобасы бойынша біраз мағлұмат бердік деп ойлаймыз. Егер пайдаларыңызға жарап жатса, біздің мақсатымыздың орындалғанын деп білеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.